Мен Қасым Ботанов 78 жылдан бері Теміртау қаласында қызмет істеп келе жатқан ардагерлердің бірімін. Қоғамда болып жатқан құбылыстар мені бейжай қалдырмайды. Ал сыбайлас жемқорлықта беруші де, алушы да қылмыскер. Екеуінің де жегені халықтың қазынасы. Ертең қамбада жем қалмаса, екеуі бір-бірін сатып кетеді. Немесе шетелге қашып кетеді. Сондықтан белді бекем буып, білекті сыбанып, жемқорлық көріністерін жолын кесуге тырысайық, ағайын. Армысыздар, қымбатты жерлестер. Мен Құралай Шаймерденова 43 жылдан бері Теміртау қаласының білім беру және мәдениет саласында қызмет жасап келдім. Қымбатты жерлестер, бүгінде елімізде сыбайлас жемқорлық мәселесі өткір белең алып тұр. Әрине, сыбайлас жемқорлық дегеніміз сылып тастайтын сыртқы жара емес, ол тамыры тереңге жайылған кесел. Сондықтан бұл ауруға қоғам болып, сіздер мен біздер болып қарсы тұруымыз керек. Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ деп қара қылды қақ жарып, турасын айтып, әділдікке жүгінген қазақ атты ұлы халықтың ұрпағы екенімізді бәріміз де ұмытпайық.